Түркістанда жаяу жүргіншілер өткелінде жүргізуші екі әйелді қағып кетіп оқиға орнынан ізін суытқан. Түрлі жарақат алған жаяу жүргіншілер ауруханаға жеткізілді. Бұл дерек бірден екі бап жол қозғалысы ережесін бұзу және жол көлік оқиғасы орнын қалдырып кету бойынша тіркелді. Оқиға болған жерді қарау кезінде айна сынықтары және басқа да айғақ заттар алынды. Полицейлер олардың ВАЗ-2106 көлігіне тиесілі екенін анықтады. Жүргізуші бір тәулік ішінде тұрғылықты жері бойынша анықталды. Көлік айып тұрағына алынды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері қала аумағында есірткі затын жасырумен айналысқан 24 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады. Тергеу барысында ер адамның қалтасынан 22 бума есірткі заты табылып тәркіленді. Бұл факті бойынша есірткі психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу, жөнелту немесе өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Түркістан облысында мас жүргізуші көлік басқару құқығынан айырылды. Тәртіп сақшылары жүргізушісі бұрылыс белгісін қоспаған үшін ВАЗ-2106 көлігін тоқтатқан. Құжаттарды тексерген кезде полицейлер жүргізуші мас болуы мүмкін деп күдіктенген. Ер адам медициналық тексеруге жіберілді. Қорытынды бойынша көлік жүргізушісінің ішімдік ішіп алғаны анықталды. Тәртіп сақшылары мас күйдегі жүргізушінің көлік құралын басқару бабы бойынша әкімшілік хаттама жасады. Жүргізушіге қатысты жиналған материалдар Сауран аудандық сотына жіберілді. Ер адам кінәлі деп танылып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды. Сондай-ақ 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.